заң қабылданғаннан кейін ол заң орындалу керек. Оларды енді өмір бойы біз түрмеге отырғызатын боламыз. Өзгерістерді алып келуді көздедіңіз бе, әлде мансап болдыңыз ба? Саясатқа қатысам, әлде басшылық жұмысқа барам деген ондай ойда болған жоқ, мақсатта болған жоқ. Балтабай, саған 4, Серік, саған 5. Тележобалардың табысы халықтың сапалы жобаларды көрінен биік тұрады деп ойлайсыз ба? Сұраныс болса, оған тиісті осындай ұсыныста да болып тұрады. Құрметті Асхат Қанатұлы, бүгінде осы біздің сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет сізге. Ал енді бастай кететін болсақ, біріншіден қазіргі таңда жастардың көбі деп айтсақ, саясатқа жақын болғысы келеді. Оның әрқайсысының енді мақсаты әртүрлі. Ал енді сізге келсек, өзіңіздің жолыңызды бастаған кезде өзгерістерді алып келуді көздедіңіз бе, әлде мансап болдыңыз ба? Негізі мектепте оқығанда, мысалы, мен ешқандай саясатқа қатысам, әлде басшылық жұмысқа барам деген ондай ойда болған жоқ, мақсатта болған жоқ. Ал одан кейін осы мамандыққа келер кезде, оның алдында да мансап туралы ондай ешқандай ой болған жоқ. Негізі университетте оқығанда мен мұғалім болам деп ойладым. Мектепте оқығанда мен дәрігер болам дедім, одан кейін заңгер болам дедім, одан кейін мұғалімдік мамандықты таңдап университетке түстім. Және де сосын ойым осылай болды. Мен университетті бітіріп, енді жақсы оқып, сол кафедрада қалып, ары қарай осы ғылым саласында жұмыс істеймін деген ой болды. Екінші сұраққа көшер болсақ, Ішкі істер министрлігінің басшысының орынбасары Игорь Лепеханың айтуы бойынша, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң қабылданған соң, изоляторларда қамалатын тұтқындардың саны көбеюі мүмкін. Өкінішке қарай мемлекетте тек осы бір изолятор орналасқан, ал Алматы және Ақмола облыстарында уақытша қамау үйлері мүлдем жоқ. Қалай ойлайсыз, осы изоляторлардың жоқтығы немесе жетіспеушілігі жаңа заңның сапалы орындалуына әсер етуі мүмкін бе? Жоқ, әсер етеді деп ойламаймын. Өйткені негізі заң қабылданғаннан кейін ол заң орындалу керек. Яғни егер бір азаматтар бір-бірін ұрып соғатын болса, әлде денсаулығына жеңіл зиян келтіретін болса, әлде басқа да заң бұзушылық болатын болса, онда әрине оларды біз соттап тиісті жауапкершілікке тартуымыз керек. Сондықтан мен ойламаймын, ол СИЗОлар аз болғанына байланысты, басқа да бір мүмкіндіктердің салдарынан бұл заң жобасы жұмыс істемейді. Біріншіден, бұнда профилактикалық бір өзінің әсері болады. Өйткені енді азаматтар түсінгеннен кейін, баяғыдағындай мысалы ұрып соқсан, онда тек қана айыппұл төлеп құтыласың деген енді ондай ой болмайды ғой біріншіден. Екінші, сондықтан бұл сондай бір профилактикалық оның әсері болады бірінші жақтан. Екіншіден, енді ондай мәселелер болатын болса, онда енді қатаң жауапкершілік енгізіліп жатыр. Сондықтан менің ойымша ешқандай кедергі жоқ. Бұл заң өте маңызды. Мәжілістің депутаттарының бастамасымен біз бұл заң жобасын дайындадық. Бір айта кететін мәселе, енді қазіргі уақытта мысалы бір үлкен сот жүріп жатыр ғой. Қазақстандықтардың енді біразы осы сотты қарап отыр, жаңалықтарды оқып отыр. Бірақ бұл заң жобасын біз бастағанда алдыңғы жылы бізде осы мәжіліске сайлау өтті. Өткеннен кейін ең бірінші кезекте осы бастаманы көтергенде, онда алдыңғы жылдың бұл көктемі ешқандай бұл оқиғанда болмағантын. Сонда бұл мәселені біз көтеріп, үкіметке тиісті қорытынды алу үшін заң жобасын сонда біз бергенбіз. Және де сіздер білесіздер, негізі мемлекет басшысы алдыңғы жылдары сайлауға түскенде президенттің сайлау бағдарламасында да осы мәселе болды. Яғни бұл оқиғаға дейін де парламент депутаттары да және де мемлекет басшысы да осы мәселені үлкен проблема ретінде көріп, тиісті заң қабылдап, осы мәселені шешу керек деген бір осындай тұжырымға келген болатын. Сондықтан бұл заң өте маңызды заң, және де оның тиімділігі де жоғары болады деп сенемін. Келесі сұрағымыз дәл осы тақырыптың аясында екен. Жалпы осы әйел бала шағаны жұдырықта ұстау қажет. Керек болса таяқпен ұрып алу да керек дейтіндер бар. Сонда Қазақстанда зорлық-зомбылықты, ұрып соғуды, victim blamingті ашық қолдайтындар қоғамға қаншалықты ықпал етеді? Енді қоғамның бір бөлігі ғой. Біз оны қаласақ та, қаламасақ та, біздің қоғамымыз әртүрлі өкілдері бар. Кейбірлері діни мәселелер бойынша көзқарастары бөлек, кейбірлері жаңа сіз айтқандай осы зорлық-зомбылық бойынша да қолдайтындары да бар. Сондықтан біздің енді қоғамда түрлі азаматтар болғаннан кейін, бес саусақ бірдей емес, ол азаматтардың әртүрлі өздерінің ойлары бар. Бірақ біз қазір көріп отырмыз, бұл азаматтар бізде көпшілік емес. Жалпы бізде прогрессивті көзқарасы бар. Жалпы адамдардың, азаматтардың құқығын қорғау керек деген азаматтардың саны көп. Және де әсіресе қазіргі уақытта мысалы саясатта да осындай азаматтар өте көп. Осыған байланысты міне қабылданған
заңда да осының жарқын көрінісі деп ойлаймын. Егер мысалы саяси элитада жалпы біздің қоғамда бұндай сұраныс болмаса, осындай бір мәдениет қалыптаспаса, онда бұндай заңдар да болмаушы еді. Қазір жалпы азаматтардың құқығы туралы бір осындай жақсы кеңінен біздің қоғамда түсінілетін, қабылданатын сондай бір жақсы түсінік қалыптасты, сондай бір жаңа мәдениет қалыптасып жатыр да. Сондықтан осы заңдар қабылданып жатыр. Осы заң жобасының ішінде айтып отырмын ғой, тек қана біріншіден біз криминализация десек, ұрып соғу, ол жеңіл зиян келтіру сияқты, және де мынау кішкентай сәбилерді өлтіргендерді мысалы біз заңда қабылдадық. Ондай да өкінішке орай жағдайлар бар. Оларды енді өмір бойы біз түрмеге отырғызатын боламыз мысалы да. Бұған қоса мысалы педофилия бойынша педофилдерді өмір бойы қамау бойынша норма. Басқа да өте маңызды нормалар осы заңда қабылданды. Енді қазіргі уақытта біз Сенаттың осы мәселені қарап бекітуін күтіп отырмыз. Жалпы өте маңызды заң. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа көшетін болсақ, халықтың санасын улап, дұрыс емес құндылықтарды дәріптейтін тележобалар көп болып кетті. Осы тележобалардың табысы халықтың сапалы жобаларды көрінен биік тұрады деп ойлайсыз ба? Мәселе сұраныста ғой. Бізде қазір ақпараттық кеңістік ашық. Бір жағынан мен ең бірінші айтып кетейін, әрине мен бұндай тележобаларды қолдамаймын. Бюджетке бұндай тележобаларды бюджеттің ақшасына түсіруге болмайды, тиімсіз. Бірақ дегенмен біз былай жүйелі қарауымыз керек те, кешенді. Барлығын тек қана бұғаттаумен проблема өкінішке орай шешілмейді. Сондықтан ол жалпы сұраныс болса, оған тиісті осындай ұсыныста да болып тұрады. Жалпы менің ойымша біз бірінші кезекте азаматтарымыздың жалпы мәдениетін өзгертуіміз керек те. Ол жалпы құндылықтарды өзгерту мәселесіне байланысты. Ол мектепке дейінгі балабақшадан бастап біздің жастарымыздың бойына сіңіретін құндылықтар. Міне осы құндылықтардың шеңберінде біз тәрбиелесек, әрі қарай жалпы осындай бір тиісті мәдениетті қалыптастырсақ, міне сонда ғана жалпы бұл проблема шешілетін болады. Сондықтан тек қана бұғаттау арқылы, тек қана бір осындай кэнселинг арқылы бұндай проблемаларды жүйелі түрде шешуге болады деп мен санамаймын. Өйткені тіпті бізде бұғаттап қойсан YouTube бар, әлеуметтік желілер бар, басқа мемлекеттердің каналдары бар, басқа да ақпарат құралдары бар, ақпарат алатын жаңағындай жолдары бар. Сондықтан оны толығымен бұғаттауға өкінішке орай бүгін ақпараттық қоғамда мүмкін емес. Сондықтан ең басты шешім бұл дұрыс құндылықтарды қалыптастыру, иммунитет қой. Мысалы сен қанша рет антибиотик іше берсең де, сен барлық аурулардан өзіңді қорғай алмайсың. Одан сайын сенің ағзаң одан сайын құлдырайды. Не істеу керек? Сондықтан иммундық жүйені жақсап тұрып қалыптастыру керек, дайындау керек сол түрлі бактериялармен кездесу үшін. Мен сол сияқты біз қоғамымызда да сондай иммунитетті қалыптастыру. Иммунитетті қалай қалыптастырамыз? Тиісті дұрыс құндылықтар арқылы, тиісті саяси мәдениет, жалпы мәдениетті дамыту арқылы, және де әрине білім арқылы. Ал енді мынандай сұрақ бізде ендігісі. Қазірде шетелге оқуға түсу әрбір екінші жасөспірімнің мақсаты. Кейде ол негізделген мақсат, ал кейде тек еліктеу мен елден кетіп қалу. Не себепті көптеген жас түлектер шетелге кеткісі келеді, ал түскен жағдайда оқуға сол жерде қалып қояды? Негізі бұл проблема ол тек қана Қазақстанға тән проблема емес, жалпы осындай арнайы термин бар, brain drain деген. Ол жалпы осындай дамып жатқан мемлекеттерде қазір енді бізде кедергілер жоқ болғаннан кейін, осындай мүмкіндіктер болғаннан кейін, мысалы Индияны алатын болсақ та, Қытайды алатын болсақ та, Пакистанды алатын болсақ, басқа үлкен мемлекеттерді, алпауыт мемлекеттерді, бірақ даму үстіндегі мемлекеттерді алатын болсақ та, оларда да басқа шетелдегі университеттерге, шетелдегі мектептерге бару қарқыны өте жоғары. Сондықтан оны біз тек қана жауып қоямыз деп айту қиын. Бұл жерде екі мәселе бар. Біріншіден, еліміздің отандық білім беру жүйесін дамыту. Оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру керек. Өйткені ол болмаса, азаматтар басқа жаққа кете береді. Ол бір. Бірақ зерттеулер нені көрсетіп отыр? Шетелге баратын, мысалы, балаларды, жалпы жастарды зерттеу өткізген, зерттеп тиісті сауалнама жүргізіп қарағанда, басты себебі олардың шетелге барып оқитын. Біздің Қазақстанның білім жүйесіне қанағаттанбайтын мәселеге емес. Ол басқа да мәселе бар, экономикалық проблемалар бар, ол сыбайлас жемқорлық мәселесі бар, ол өзінің мемлекетінде, әлде басқа мемлекетте жалпы қауіпсіз ортада сезіну мәселесі бар. Жалпы осындай бір үлкен
қоғамдық проблемаларға да бұл байланысты, экономикалық мәселелерге де байланысты. Және де жас болғаннан кейін ол жаңа бір тәжірибе жинағысы келеді. Оған әрқашанда бір сондай романтизация бар. Шетелге барсам, шетелде бір жаңа қалай еді, тәжірибе жинасам, өмір көрсем, басқа мемлекетті көрсем, басқа мәдениеттермен таныссам деген, олда да негізі жақсы, кәдімгідей түсінуге болатын сондай бір қалау. Сондықтан бұған тек қана бір жаман үрдіс ретінде ғана қарап керек емес, бұны кәдімгідей біздің күнделікті ол барлық мемлекеттерде бар үрдіс ретінде қарауымыз керек. Бірақ десек те еліміздің білім беру жүйесін, жалпы еліміздің экономикасын, саяси жүйесін, жалпы елімізді дамытуымыз керек. Екіншіден, басқа жаққа өйткені оқуға кеткен азаматтар қайтып келу үшін. Олар барады, мәселе олардың басқа университеттерге түсіп оқуында емес, мәселе одан кейін Қазақстанға қайтып келуінде. Тіпті кейбір азаматтар қайтып келмесе де, олар ертең басқа мемлекетте өте жоғары позицияларда жұмыс істесе, үлкен Google-да жұмыс істесе, Amazon-да жұмыс істесе, жаңағындай OpenAI-да жұмыс істесе, басқа да компанияларда жұмыс істесе, ол жаман ба? Мысалы қарасаңыздар, қазір ақш-тағы Google болсын, жаңағы үлкен компания, алпауыт компанияларда көбінесе индустар өте көп. Солай ғой, басқа да Қытайдан шыққан азаматтар көп. Сондықтан менің ойымша бұл жерде біз өте сондай салқынғанды, дұрыс көзқарас болу керек. Сондықтан ондай мәселеге бір жақты көзқарас болмау керек деп санаймын. Жалпы білім беру сапасы жайлы айта кеттіңіз. Назарбаев зияткерлік мектептері мен Назарбаев университеті секілді басқа осы білім беру мекемелері сондай сапада болу үшін үкімет не жасай алады? Үкімет жалпы енді біраз мәселені жасап жатыр. Негізі бұл екі бізде жоғарғы оқу орны мен мектептердің жүйесінің болуы мен үшін, мемлекет үшін өте маңызды. Негізі бұл жаңа Назарбаев университеті де және Назарбаев зияткерлік мектептерді де мемлекет міндетті түрде қолдау керек. Өйткені онда кім оқып жатыр? Онда оқып жатқан басқа мемлекеттің азаматтары емес, онда оқып жатқан кәдімгідей біздің Қазақстанның азаматтары. Солай ғой. Олардың сапасына келетін болсақ, сапасы кім не десе де ол өте жоғары. Сондықтан өте сапалы білім береді. Және де осындай университеттерді және мектептерді біз әрине қолдауымыз керек. Бірақ кейбір азаматтар айтады, жоқ, біз бұл жерде екі негіз көзқарас бар да. Кейбір азаматтар айтады, онда басқа біздің мектептерге ақша жетпей жатыр, жаңағы университет пен мектептердің ақшасын қияйық дейді, азайтайық дейді. Біріншіден оны азайтса да басқа мектептерге таратып берсең де ол жетпейді. Сондықтан біз басқа көзқарас болу керек. Мыналарды түсіру емес, біз мемлекеттік мектептер мен мемлекеттік университеттердің деңгейін осы деңгейге жеткізуіміз керек. Қаржыландыруында да осы деңгейге жеткізуіміз керек. Проблеманы осылай қарау керек деп санаймын. Сондықтан әрине менің ойымша бұл екі оқу орнында да міндетті түрде әлде де қолдау керек, және мемлекет оны қазірде де қолдап жатыр. Шығып жатқан түрлі қауесет ақпаратты оны растайтын ешқандай мүмкіндік жоқ, өйткені ол өтірік. Қазіргі уақытта мемлекет бұл екі білім беру ұйымдарды өте жақсы қолдап жатыр. Менің ойымша әрі қарай қолдағанымыз жөн болады, өйткені Қазақстанның бұл ең алдыңғы қатарда келе жатқан маңызды оқу орындары. Өте жаңа жақсы жауап бердіңіз. Шынында да біреуін түсіруінің орнына басқаларын жоғары көтерген дұрыс. Жалпы БЖБ, ТЖБ тақырыбына келетін болсақ, бөлімдік жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалау жұмыстарын мектеп бағдарламасына енгізерде қай елдің оқу жүйесінің модалдық үлгісіне қарадыңыз? Негізі бұл жүйе менің кезімде енгізілген жоқ. Бұл жүйе 2015 жылы қабылданды және 2016 жылдан бастап енгізіле бастады. Мен министрлікке министрдің орынбасары болып келгенде, ол 2017 жылдың ортасы, бұл жүйе әбден мектептерге енгізіліп жатты. Бірақ менің ойымша бұл критериалды жүйе деген ол өте маңызды, тиімді жүйе. Жалпы ол барлық дамыған мемлекеттерде кеңінен таралған жүйе. Ол Қазақстанда бірінші болып енгізілген жоқ. Ол жаңағы біз бенчмарк ретінде көретін, осындай мынау білім жүйесі өте маңызды деп айтатын мемлекеттерде дәл осындай критериалды жүйесі. Ол критериалды жүйе деген не? Критериалды жүйе деген мұғалім, бала, оқушы және ата-ана. Үшеуі де бүгін оқылатын тақырыптың біріншіден мақсатын біледі, екіншіден осы тақырыпта нақты критериялар бар. Мынау осындай оқудың мақсаттары бар. Сол мақсаттарға жетсен, мысалы 5 мақсат бар ма? 5 мақсатқа жетсен, онда сен өте жақсы осы тақырыпты меңгердің деген сөз. Егер 3 мақсатқа жетсен, онда саған айтады, сен 3 мақсатты игердің, бірақ мына мақсат пен мына мақсатты игерген жоқсың.
бұл мынандай мәселелер. Сондықтан бағалау деген не? Бағалау деген ол саған 4, 3, 2, 5 деген ол саған ешқандай ақпарат бермейді. Өйткені бұның алдында қалай болды? Келеді, мұғалім көреді, Балтабай саған 4, Серік саған 5. Ол не 5 деген? Сен күнделікті аласың, қарайсың, не ол 5? Неге 4? Ол неге жетпей қалды? Не істей алмады? Неге 5 емес? Неге 3 емес? Сондықтан критериалды бағалау деген ол не? Ол деген нақты. Бізде енді ол соншалықты тиімді іске асты деп айта алмаймын, өкінішке орай. Бірақ критериалды бағалаудың мазмұны, философиясы басқа болды. Ол деген сен білесің, міне сен осындай мәселелерді игердің, түсіндің, қолдана аласың, ал мына мәселелерді қолдана алмайсың. Сонда сен бағаң осындай болу керек. Әр мұғалім солай жазып беру керек. Міне мысалы Жанар міне бүгін осындай тақырып өтті. Мынандай мәселелерді түсінді. Міне мынамен әрі қарай жұмыс істеу керек. Сонда оқушы Жанар да, оның мамасы да, папасы да, мұғалім де барлығы ол Жанар қай жерде тұр? Ол қай мәселені игерді? Енді не істеу керек деген сұраққа жауап алады. Міне критериалды бағалау деген бастысы міне осы. Өйткені бізде мысалы ағылшын тіліне курсқа бізде бәрі барады ғой. Курсқа барғанда сіздерге баға қоя ма? Қоймайды. Бірақ баға қоймайды деп сіздерде ешқандай белсенділік, әлде қалай құштарлық оқуға деген жоқ болып кетпейді ғой. Сондықтан бағалау деген ол тек қана сіздерге 4, 5, 3 деген ақпаратты беру емес. Ол жалпы сен қай жердесің, нені игердің, әрі қарай не істеу керек деген сұрақтарға жауап беру. Сондықтан осы тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл негізі өте маңызды жүйе, бірақ өкінішке орай бізде біраз жылдар өтсе де ол жүйе тиімді іске асты деп айту қиын. Кейбір жерлерде тиімді іске асты, оны түсінді біздің әріптестеріміз, бірақ көбінесе ол жүйені толығымен әлде де түсіне алмай жатыр. Сондықтан әлде де көп жұмыс істеу керек. Бірақ дамыған бенчмарк ретінде қарайтын мемлекеттерде дәл осындай критериалды жүйе кәдімгідей қалыптасқан. Жақсы, рахмет. Енді құмар ойынға берілген азаматтардың мәселесіне көшетін болсақ, осы мәселе қазір қоғамда талқыланып жатыр және де шешілуі керек дерт болып келеді. Сонымен қатар осы мәселені шешу үшін әзірлеп жатқан заң жобасы туралы айта кетсеңіз. Бұл өте маңызды заң жобасы. Сіз жаңа дұрыс айттыңыз, бұл кәдімгідей дерт. Бұл үлкен ауру, бұл үлкен проблема ел үшін, жалпы жастар үшін. Тек қана жастар емес, бізде орта жастағы үлкен азаматтарымызда да осындай бір үлкен проблемаға қазір кездесіп, қаншама бізде өзіне қол салу фактілері бар, кредит алу фактілері бар, айырылысу фактілері бар. Сондықтан бұл кәдімгідей бір үлкен проблемаға қазір айналды. Сондықтан жуырда президентте де ұлттық құрылтайда осы проблеманы көтеріп, тиісті тапсырманы да үкіметке беріп жатыр. Жалпы осы проблеманы шешу керектігі туралы да айтып жатыр. Сондықтан бізде де депутаттар ретінде осы заңға бастамашы болып, заңды дайындап, қазіргі уақытта оны жұмысқа алып, оны алдыңғы аптада таныстырдық. Жалпы қазір бірнеше нормалар бар. Мысалы, біріншіден қарызы бар азаматтар, наркологияда тиісті бір есепте тұрған азаматтар, жалпы 25 жасқа дейінгі азаматтар, басқа да бір санаттағы азаматтарға тіпті тыйым салу. Екіншіден жарнама мәселесіне тыйым салу. Қазір қарасан, көшеде келе жатсан, ең көп жарнаманың бірі осы тиісті букмекерлік кеңселерге қатысты ғой. Сондықтан осы бақтарда, жалпылама бақтарда, басқа да осындай билбордтарда тыйым салу туралы да нормалар бар. Жолын жауапкершілігі туралы да нормалар бар. Жалпы қазір қосымшада депутаттар тиісті түзетулерін осы заң жобасына беріп жатыр. Сондықтан оған қоса бізде мынау лотоматик деген сияқты әртүрлі мынау сары болушы еді қайда. Сондай бір тиісті автоматтардың да тіпті медициналық ұйымдарға шейін кіріп кетті ғой. Сондықтан қазір нақты сондай норма болып жатыр. Оларды мысалы білім беру ұйымдарында, медицина ұйымдарының ғимараттарында, тұрғын үйлерде, басқа ғимараттарды тіпті орналастыруға тыйым салу сияқты басқа да өте маңызды жақсы нормалар қарастырылған. Оған қоса біз қазір денсаулық сақтау министрлігімен де тиісті жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өйткені қазір бұл ауруға шалдыққан азаматтарды қалай емдейміз? Оларға қандай көмек көрсетеміз? Оны емдейтін жаңа бізде клиникалық протоколдар бар ма? Оны біз емдей аламыз ба? Ол қолжетімді ма? Деген сияқты осындай түрлі сұрақтарды біз қазір бірге талқылап, тиісті шешімдерді іздеудеміз. Сондықтан бұл проблемамен қазір айналысып жатырмыз. Жауабыңыз үлкен рахмет. Түрлі заңдар мен нормалар қабылдағанда олармен келіспейтіндер. Мысалға, жеке бизнесмендер, жабылған университеттердің басшылары Бәке Сәкеге жүгініп жатады ма?
Енді жүгінбейді деп айтуға болмайды. Бізде айтып отырмын ғой, қоғамымыз әртүрлі болғаннан кейін, ол негізі барлық мемлекеттерде бар. Оны кейбір мемлекеттерде кәдімгідей лобби туралы заң қабылданған. Сондықтан түрлі шешімдер қабылдағанда осы мәселелерге қатысты тараптарды да өзінің ақпаратын бергісі келіп, өзінің бір позициясын айтқысы келіп, осы шешім қабылдау процесіне ықпал еткісі келетін, ол енді жоқ деп айтуға болмайды, өйткені ол қалай болса да, қай мемлекетте де болса да болады. Бірақ соған төтеп беру, және де оған төтеп беру үшін шешім қабылдау жүйесінде бір осындай ашықтық болу. Қазіргі уақытта енді біраз осындай заңдар қабылданып жатыр. Ол заң қабылдауға ешқандай кедергілер, үлкен кедергілер бар деп айту қиын, бірақ әрине бұқаралық ақпарат құралдары бойынша басқа да бір жүйелер арқылы бір сондай өздерінің ықпалдарын жүргізгісі келетін топтар әрине де жоқ деп айтуға болмайды, бірақ дегенмен ол қажетті шешімдер қабылданып жатыр. Ұлт туралы айта кеттіңіз, жалпы құндылықтар туралы айта кеттіңіз. Бәсекеге қабілетті ұлт болу үшін кітап оқу мәдениетін дамыту өте маңызды. Осы кітап оқу мәдениетін қалай дамытсақ болады? Жалпы бұл оқу мәдениеті дейік. Тек қана кітап оқу емес, жалпы оқу сауаттылығы. Мысалы бізде PISA деген үлкен зерттеу бар. Ол зерттеу бізде оқу сауаттылығын зерттейді. Егер біз математика бойынша және де басқа да дүниетану басқа да бір бағыттар бойынша біз егер өзімізде трендіміз жақсы сондай бір өзгерістер болса, онда мысалы осы оқу сауаттылығы бойынша бізде өзгерістер өте баяу, тіпті проблемалар бар деп те осы зерттеулер бар екенін көрсетіп отырды. Сондықтан мәселе оқу сауаттылығында. Оқу сауаттылығы деген ол сен оқу білесің ба, оқу білмейсің ба дегенді білдірмейді. Өйткені кейбірлері ойлайды да, оқу сауаттылығы жаман болса, ол сонда біздің оқушыларымыз оқи алмайды деген сияқты сондай бір тұжырымдамаға келеді. Бірақ негізі олай емес. Ол дегені сен оқисың, бірақ оқыған текстіні түсіне білу. Өйткені сол мысалы PISA-ның тапсырмаларын қарасаң, тексті береді. Сосын текст біткеннен кейін осы текст бойынша сұрақтар қояды. Сол сұрақтарға кейбір біздің оқушыларымыз толыққанды жауап бере алмайды. Міне бұл оқу сауаттылығы. Сондықтан жалпы оқу сауаттылығын біз дамытуымыз керек. Оқу сауаттылығын дамыту үшін бізде соның ішінде мынау оқу мәдениетімізді қалыптастыруымыз керек. Балалар кітап оқу керек. Балалар басқа да бір ақпаратты керек болатын болса, кітапхана емес, басқа да бір ақпараттарды алып, онымен жұмыс істеуді білу керек. Ол әрине бірінші кезекте мектептен де қалыптасады. Сондықтан біз осыдан 3 жыл бұрын бір үлкен жобаны бастағанбыз. Министрлікте, оқу ағарту министрлігінде бұл кітапқа құштар мектеп, оқуға құштар мектеп деген. Сонда біз нақты әр мектептерге міндетті түрде кітаптар сатып беріп, мектептің өйткені біз онда зерттеп қарағанда мектептердің мынау кітапханаларында, біз қазір кітапханада отырмыз ғой, кітапханаларында тіпті көркем әдебиет болмаған. Егер көркем әдебиет болмаса, онда нені оқиды? Әр азаматтарымыздың, біздің әр оқушының үйінде кітаптарды алуға мүмкіндігі, әлде үйінде кітаптар бар деп айту қиын. Сондықтан әрине бірінші кезекте біз мектептің қабырғасынан осы мәдениет қалыптастыруымыз керек. Ол үшін біздің мұғалімдерде де оған қалыптасу керек, және де жалпы бір сондай мәдениет болу керек. Оған қоса біздің мынау кітапханаларымызда, мектептің кітапханаларын сонда бір коворкинг орталығы сияқты бір сондай қалайды friendly, балаларға бір сондай бір жайлы орта ретінде қалыптастыру туралы жұмысты бастап кеткенбіз. Өйткені кітапқа келгенде мынау кітапханашы саған не үшін келдің, қандай кітап керек деп айқайлап қабағын түйіп отырса, онда ешкім келгісі де келмейді. Және де онда кітапта болмаса. Сондықтан ол бір сондай кәдімгідей жайлы барып, кітабын алып, бір жерге мынандай бір креслоға отырып, әлде бір орындыққа, әлде бір софа, бірдеңені қойып, сол жерде кітап оқып отыратын мүмкіндік болса, ол да балаларға өте қажетті. Бұған қоса, әрине, бұл бізде қазақ тілді жалпы өте қызық әдебиеттің болуы. Және ең маңызды менің ойымша бұл ата-аналардың осы жұмысқа араласуы. Өйткені егер бала үйінде әке шешесі кітап оқығанын көрмесе, онда ол балаға қанша рет айтсан да, ол бала кітап оқуға құштар болу екі талай, былай айтайын. Сондықтан өте маңызды. Бұл жаңағы бізде TIMSS деген, PISA деген жаңағы зерттеулерде де дәл осыны бізге көрсетіп отыр. Егер үйінде ата-аналарды сондай бір өздері кітап оқыса, үйлерінде жалпы кітаптар болса, онда бала кітапқа жақын болады. Сондықтан ата-аналардың да рөлі өте үлкен. Ата-аналар кітапты оқу керек. Егер бала ата-анасын тек қана
таң атқаннан кешке шейін сотовый телефонын шұқып отырғанын, қарап отырғанын ғана көретін болса, онда ол балада да дәл солай істейді. Өйткені тәрбие деген не? Тәрбие деген өз-өзіңді тәрбиелеу. Егер сен балаға кітап оқы деп өзің телефонда отырсаң, онда бала ешқашан кітап оқымайды. Егер сен кітап оқысаң, онда бала да кітап оқиды. Және де балаға кітап оқығанда да онда да білу керек. Бір дегенде, мысалы, бір қиын абай жолын оған беріп қойсаң, ол бала оны бір дегенде алып кетпейді, алып бір дегенде оқып кетпейді. Өйткені балаға өзінің қызығушылығына байланысты, өзінің сол жас ерекшелігіне байланысты, өзінің талғамына байланысты кітаптар беру керек қой. Егер кішкентай бала болса, оған комикс бер. Қазір қазақша әдемі жақсы комикстар шығып жатыр. Мультфильм сияқты қызықтырып, оны әртүрлі дауыстармен айтсаң, ол баланы жақсы көреді. Ертегілерді бер, қысқа айтып бер, ертегілерді күлдіртіп, жаңағындай қызық қылып. Одан кейін бір сол өзіне ұнайтын бір жанрларды жай-жайдан бере берсең, онда балалар кітапты жақсы көретін болады. Кітапты жақсы көріп, кітапты оқитын болса, онда оқу сауаттылығында да жақсы қалыптасады. Ал жалпы кітап деген ол тек қана оқу сауаттылығы емес, ол жалпы critical thinking дейді, ол сыни тұрғыда ойлау. Ол жалпы адамды тәрбиелейді. Кітап деген тәрбиелейді. Өйткені кітапта түрлі оқиғаларды көресің. Кітап арқылы талғам қалыптасады. Кітап арқылы адам жалпы тәрбиеден өтеді, үлкен тәрбиеден өтеді. Сондықтан кітапты оқу деген қай жақтан алатын болсақ та өте маңызды. Және қазіргі уақытта бізде осы жұмыс қолға алынып, біраз жақсы жобалар іске асып жатыр. Құрметті Асқат Қанатұлы, берген осындай салмақты, сауатты жауаптарыңызға үлкен рахмет. Амандықта көріскенше. Сау болыңыздар. Болдық па?